Алтынбек енді өзінің көңілін асқақ қой. Түнге қарасақ, аузыңды ашсаң асқазан деп жүрегің көрінеді ма негесін. Алтынбектің құрметіне бір шабуыл алып қояйық жақсыларға. Енді бекер емес, аманатқа жаңа апаларымыз көздеріне жасалып табыстап жатыр ғой. Аманатқа қиянат жасамайтын қазақпыз. Негізі үйленгеннің орны бір бөлек. Бойдақ болып қашанып жүресіз, қазіргі балалардың айтатыны үй алып алсам, бір жақсы көрнекті мәшіт көлік алып алсам, жақсы жерге жұмысқа тұрып алсам дейді. Ай, нағыз жар болатын адам ол сенің үйіңе де қарамайды. Ол сенің көлігіңе де қарамайды. Ол сенің жұмысыңа да қарамайды. Сен сантехник болсаң да, ең бастысы көңіліңнен шыққан қаншайымыңды Алла тағала бұйырса, одан асқан бақыт жоқ ағайындар. Бір-бірлеріңізді тауып түсінген алтын ай сезімдеріңіз талай ұрпаққа үлгі өнеге болатындай мұра болсын дегендер болса, бір болса қошемет етіп қойса деп. Енді әйел туралы айта береміз ғой. Әрине алдың оны үлкендері сүйрете жататын шығар өмір қалай екен. Бірақ Ақтоты айтатын бірақ жақсы дүние. Ақтоты егер ханның әйелі боламын десең, күйеуіңді хандай күт дейді. Батырдың әйелі боламын десең, күйеуіңді батырдай құрметте дейді. Ал құлдың әйелі боламын десең, күйеуіңді құлша жұмса дейді. Сен де енді Алтынбек жұмсаңыз жатып алмай енді просто. Жарайды, барып келейін деп жатқандай. Аса қатты жүрекке қабылдамаңыздар. Келістік па? Қол соғып қошемет етіп рахмет. Өмір айна деп бекер айтпайды, аңыз бар екен. Баяғыда бір кісі сондай жақсы кісі болған екен. О дүниеге барыпты. Былай қарап айтқансыз о дүниеге барған ғой. Сөйтсе жаңағы Алла тағаламыз жаңағы сондай жақсы көрген бауырын жақсы істері көп екен. Сен жұмаққа барасың депті. Жұмаққа барса әдемі адамдардың жүздерінде күлкісі ажырамайды ешқашан. Біріне бірі сый құрметі, инабат, ізеті ерекше. Бір апта болған жігіт Алла тағаланың алдына келіп, я Расулалла, мен енді бір тозаққа бір күн барып келейінші депті. Көріп қайтайыншы ол жақта не болып жатқанын. Сөйтсе мақұл деп бір күнге жіберсе, тозақта да сондай дейді. Бәрі тамаша дейді. Бірақ адамдардың бір көңіл күйі жоқ. Бір-бірімен ұрса береді жаңағындай. Бірін-бірі хилемеждеп, бірін-бірі жаңағы жарық сондай бір жағымсыздықтар істеп жүр екен. Сөйтіп жаңа бір күннен кейін келіп Алла тағаладан сұрап жатыр дейді. Я Алла, жұмақ пен тозақтың екеуі бірдей екен ғой. Бірақ адамында ғана кішкене өзгешелік бар депті. Жұмақтың адамдары күліп жүреді, тозақтың адамдары білмей бір-бірімен ұрсып жүреді. Сонда айтқан екен, өмір айна деп бекер айтпайды. Егер сен күліп жүрсең, бәрі саған күледі. Бұл жақұттайын өмірді жұмақ қылу да өзінің қолында, тозақ қылу да өздерінің қолдарында. Егер шынайы болсаңдар, ешқашан өтірік айтпасаңдар бір-бірлеріңе. Енді болады енді анда-санда. Тек қана әділдікті аңсасаңдар, әкелерің мен аналарыңды көз тірісінде құрметтеп әлпештеп көтерсеңдер, одан асқан бұл өмірдің бақыты жоқ. Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы дейді. Балаң жаман болса, жердің асты жақсы дейді қазақ ағайындар. Құдай қаласа осы екеуінің сезімі жердің үстін жұмақ қылып берсін дегендер болса, асқақтап әкелер мен аналарына бір шапалақ қояйық. Уақыттың еншісіне бағынатынымыз анық. Бүгін тойда осал адамдар жоқ екен байқап отырмын. Әрқайсысының өзінің бір ерекше жолы бар. Маржан апайымыз отыр осы жерде. Әрбір сөз кесек. Қазақ айтады ғой, тас түскен жеріне ауыр деп. Бір ауыз сөздің өзінде талай мағына жатыр, талай жылдар, талай уақыт жатыр. Секунд, минут, сағаттарды жасырып, қулығыңды тұра тұршы асырып, жылдарымды үлгерейін құлыптап, уәде берші кетпеймін деп. Асығып дейтін адамымыз пендеміз ағайындар. Бұл жылда бір құлыптап жатыр Құдай қаласа, жылдан жылға осы әулетте той болып ағайындар. Сол той томалақта Алла бұйыртып жиен жанның әулетіне жақып береке келдік деген нағашылар бар болса, бір айқайлап шулап қойса деп жатыр. Бар екен, көрейік нағашылар. Рахмет. Енді бөліп жармайық дедік. Түп нағашы, сүт нағашы. Екеуін де қосып ортаға нағашылардың нар кеудесінен шыққан нәгіл тілектерін естісек деп жатыр. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан екен. Жылан да гүлдің нәрін сорады, ара да гүлдің нәрін сорады. Бірақ жылан ұл қылып шығарады, ара бал қылып шығарады деген екен. Ал нағашыларды ортаға шақырайын, енді кім екендеріңізді айтып қойын, енді қандай дүние болса да бір жақсылап қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Исламбек пен Гүлнар бастаған нағашылары Оралбек, Майра, Қанат Жібек, Гүлнара, Қайрат Болдымыз, Қалдан Жұпар, түп нағашылар Әділбек Айзада, Қуаныш Айсылу, Әуелбек Үрзада, Батыр Таня, Лена Шандос, Сейдолла ағайымызбен Қуанышгүл ағайымыз, Жанділлә Айгүл, Құралбек Нағашгүл. Майрамбай Айгерім, Наурыз, Сәуле апамыз, және де Бағдат пен Гүлмираларға бір қол соғып қошемет етіп, ал кетті ал енді жібер. Нағашыларға шабақ.
өзін түсінген адам өзген жерге қаратпас, өзін түсінбеген адам өзгені сыйлап жарытпас дейді. Бағана той басында айттым, бүгін абыройдың тойы. Сол себепті әрқайсыларыңыздың бір-біріңізді демеу қолда өз еркіндеріңізде жақсылап шабалақпен шабыттарын шақырып берейік. Кім бастайды? Кеш жарқына осы кешке жиналған қауым, Ғани, Пердеш, айналайын, бірінші мына тойларың құтты болсын, балапаныңның өмірге басқан қадамы құтты болсын, алған жеріне тастай бақ, судай сен үбірлі болып, асыл үміттерді ақтасын. Құдағайлар сіздерге де құтты болсын, әрдайым осы жиенің Пердештің үйіне жақсылығына келейік. Дұғаларымызды Алла қабыл етсін, балаларың бақытты болсын. Асай берсін. Кеш жарық құрметті қонақтар, мына Ғани, Пердеш, тойларың құтты болсын. Мына Құда қалса Ақтоты қызымызды ұзатамыз. Жаным, барған жеріңді тастай батып судайсың. Бақытты болыңдар күйі бала екеуің. Жаңа құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Той-тойға ұласа берсін, жастарымыз бақытты болсын. Не құрметті қауым, бүгінгі жиналып отқан себебіміз мына женім Пердегүл менен күйеу балам Ғанидің үйінде алғашқы қызығы Ақтоты жанды құтты орнына құттырғалы отыр. Ақтоты жаным, тайлағым, өзің атың қандай болса, сол атыңа затың сай болсын дейді ғой қазақ. Сондай бол. Барған жеріңе тастай батып судайсың. Сен ақылды қыз едің өзің. Енді барған жеріңде де ақылды, ибалы келін боласың деп ойлаймыз. Жақсы келін бол, ата-енеңді құрметте сыйла, тастай батып судайсың. Бұл әр қазақтың айтатын қызына айтатын бірінші сөзі. Күйеу бала бізге күйеу бала демейміз. Біздің бір жақсы ұлымыз болсын деп ойлаймыз. Пердеш пен Ғанидің Шыңғыстан кем көрмейтін ұлы болсын. Осыларға мейірімді болсын қайын жұртына. Тек қана сендердің жақсылықтарыңды естіп жүрейік. Отауларың мына құрып атқан биік болсын, шаңырақтарың кең болсын. Іші тола шүлдірлеген балаларға толы болсын. Балалы үй базар деген. Базарлы болыңдар. Ал құдағи құдалар, бүгінгі төрге шыққандарыңыз құтты болсын сіздердің. Жүздің, не дейді жаңағы, кісінің жүзі жылы болса, жүзі жылы кісіден түңілме дейді ғой. Жүздеріңіз ыстық екен, Аллаға шүкір сіздермен құдандалы болып отқанымызға біз қуанамыз, бақыттымыз. Балаларымыз бақытты болсын, осы көпшілік қауым, құдағилар, барыңызға той құтты болсын, көргеніміздің барлығы той болсын, үйімізде мол думан болсын, қызықшылық көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Балалар бақытты болсын. Көп сөйледі. Ойбай, мен Ғани дейсіз, Ғани, Пердеш, бірінші жақсылықтарың құтты болсын, жастар бақытты болсын. Ақпердеш, Ғани, бүгінгі қуаныштарың, тойларың құтты бола жүрсін жарым. Осы тойдың себебін балдар ғой, балдарың бақытты болсын. Ақтоты жан, барған жеріңе тастай батып судайсың жаным. Жандар бақытты болыңдар. Құдалардан көдей орындарыңыз құтты бола берсін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Екі жаққа да құтты болсын. Біріншіден Ғани, Пердегүл тойларың құтты бола берсін. Әрдайым екеуі осылай жақсылықты қонақшы және Ақтоты күйеуі бәрінде бақытты болыңдар. Құдаларға бірінші айтамыз, төрге шыққандарың құтты болсын. Әрқашан сіз біздік болып осындай қуаныштар, қызықшылықтар бола берейік. Бәрімізге бір мақсат сол деймін. Ғани, Пердеш, бүгінгі қызды ұзату тойларыңыз құтты болсын. Ақтоты өмірде бақытты бол айналайын. Судай тастай батып судайсың егерей. Бақытты бол.
Ғали Пердеш бүгінгі қызыл тойлар құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Және Ақтоты барған жерінде бақытты болып, жақсы, абыройлы келін болып, құдалардың төрге шығуы құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Әрқашан той болсын. Құрметті тойшы қауым, міне бүгін жиналып отырған себебіміз мына екі жастың бүгін отау құру күні екен. Жиенім Ғанидың, келінім Пердегүлдің бүгін бірінші көріп отырған тойлары құтты болсын. Қыздардың барған жерінде бақытты болсын. Ырсапа Төребай жезде құтты болсын сіздерге де. Сіздердің осы жемістеріңіз көріп отырған. Егер де бұл өмірде ананың орындалған бірінші арманы осы болса, осы армандарыңыз орындалған күн деп есептеңіздер. Сіздер бақыттысыздар, қуаныштарыңа ортақпын. Құда-құда ағайлар, бүгінгі төрге шыққан күндеріңіз құтты болсын. Бұдан кейін де той бола берсін, тойларыңыз тойға ұлассын. Бақытты болыңыздар. Қайным Ғани, Петка келінім, бірінші тойларың құтты болсын. Ақтоты бақытты бол, аңсаған арманыңа жет. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, той болсын, бақытты болыңдар. Неше түрлі аттар бар екен, Гена, Петка, ешкім ренжімей ма? Ешкім ренжімесе былай істейік, Сейдул ағай қалсын ортада. Анау бауырымыз қалсын, бауыр сіз қалыңыз ортада, келісіп пе? Жоқ, оқысы керек жоқ. Содан кейін мүмкін болса, сіз қалыңыз, келістік пе? Қалғанымыз бауырларыңызды құшақтап, құттықтап, беттерінен сүйіп, құрметтеп, орындарымызға жайғасайық, той құтты болсын ағай. Шамалап қояйық ағайындар, нағашылардың құрметіне. Жаңағы Нұрасыл бауырымыз айтпақшы, Олжас демекші. Олжас бауырымыз шақырып бізге отырып ортаға. Олжасқа бір және құда балалардың ішінде мүмкін болса, жаста біреу, құда баламызды бола ма? Құда бала келіңіз жағы. Сізді мүмкін болса, жаныңызда келіншеңізге беріңіз жатыр. Негізі бала қарау міндеті әйелде ғой. Еркек ақша тапса болды. Бәрекелді. Бауырымызға бір қол соғып қошемет етіп қояйық. Күйеу жолдасты шақырайық, ішіп тұрма деймін. Күйеу жолдасқа бір қол соғып қошемет етіп қояйық. Ой, бәрекелді, келіп жүр. Құдай, не деген жүрсің ол? Бұлай алдына қарап жүрсе, үйді аяғына қарап жүрмеңіз. Министрлер сияқты жүрмеңіз. Қасым-Жомарттың жүрісіне ұқсайды екен Тоқаевтың аға бәрекелді. Той болғасын бір өте ширақ бір кісі керек екен. Енді қарап отыр қазір не істесек екен, мектептен алсақ па екен, жоқ мектепке тиіспей-ақ қояйық. Онысы да баяғыда әрең 11 жылда құтылып кетіп қойшы. Бер жақындап тұрыңыздар. Бер жақындасайын. Бер жақындап тұрыңыздар. Жақындап тұрыңыздар бәрекелді. Тойға ұласын, енді рұқсат етсеңіздер, осы жерде Қанат деген бауырымыз отыр, құдалар жақта. Қанатты ортаға шақырайық, бір қол соғып қошып Қанаттың жүрсіз де жаман емес. Бірақ күшті жігіттердің музыкасын қойыңызшы, Қанат аға жүріңізші, бауыр келіп. Екеуіңіз мына жерде келіңіздер шақыр. Екеуі көрчеді аға тойда. Кім сен кеу жолдасың қатарда? Мына жерге тұрмыз, бір жақсы музыка шаң, жігітше музыкаларды. Бәрекелді, тамаша. Екеуі де бір қол соғып қошемет етіп қойып, ортаға шақырайық, мына жерге келсін ағайды. Бір жақсы музыка кеттік ал, жібер, любой музыка береміз. Бәрекелді кеттік ал. Тимей қалма деймін бірдеңе. Әргелді, қазын жігіттерге бір қол соғып қошемет етіп қойып. Танысайық! Маңның түрін білгенше атырын білгейді. Тұқаң жағы. Есім кім? Жанболат. Жанболат кім боласың, Жанболат? Ақтоты бөле болу. Ақтотының бөлесіне бәрге. Қайдан келдің Жанболат? Қарағанды. Қарағандыдан келдің ба? Қай жерде тұрасың Қарағанды? Сұрыптау. Сұрыптау? Сортировкада ма?
Бәрі жақсы ма? Не істейсің аяқта? Не істейміз? Өмір сүремін. Жұмыс істейсің ме? Иә, жұмыс істеймін. Жұмыстан шаршап келген не істейсің? Жоқ, әше. Жамбылақта бар болса. Мультиктағы адамдар сияқты отыр ғой Сейдулла ағай. Есіміңізді айтыңыз, есіміңіз, ел таныс. Біледі ғой Сейдулла ағай. Сейдулла ағайымыз. Сағынғали. Сағынғалиға бір қошемет етіп Сағынғали. Сержан бар десің. Сержанға бәрі танитындар бар ма? Ешкім шапалап отқан жоқ. Сержанға шапалап қой. Қана. Олжас. Олжас. Гүлнәрі бәрекелді тамаша. Бүгінгі тойда жалпы Айғанша апайымыз, Бекзат, мен бейші қыздар емес, Нұрасыл емес. Бұл кісілерді де өнерден қалыс емес екен. Жаңа той басталарынан алдын сұрап алдық, кімде қандай өнер бар деп. Отырысқа барған кезде айтады ғой, кімде қандай өнер бар, ат салысы отырайық деген сияқты. Ол сияқты рұқсат етсеңіздер, Сейдулла ағайымызды ортаға шақырайық. Сейдулла аға келіңіз. Жасыңыз үлкен екен, отырыңыз. Бұл кісілер көп тұра беруге болмайды, 50-ден асқаннан кейін. Бәрекелді, той болмасын. Сейдулла ағай, барабанда ойнай аласыз ба, барабан? Ойнаймын. Бүгін ендеше бір ерекше бақыт бұйырды, Ақтоқтың ұзату тойында барабан ұрып көресіз Құдай қаласа. Қолыңызға алыңыз таяқшаларыңызды, аға. О, бәрекелді. Музыка қалай будет звучать дейді ғой енді, қалай естісе солай ұрасыз, келістік па? Қатты болса қатты ұрасыз, жай болса жай ұрасыз, келістік па? Бәрекелді, Сейдулла ағайдың барабан тартқанын көрейік, кеттік ал. Бәрекелді, ой бәрекелді, отыра беріңіз, бәрекелді. Кім бауырым кел? Не ма, күле береді кім? Бейіш қыздар сияқты. Мына жерге қандай аспапта ойнай аласың? Инструментте ойнайсың ба бұлай ғой? Ойнамайсың ба? Онда сен бас гитаристің, жарай ма? Гитараң ұста, бас гитара. Бас гитара деген баспен ойнайсың гитараны. Жоқ, бұлай тартып тұрасың да басын бүйтіп тұрасың. Келістік па? Бәрекелді, тамаша. Ендеше бас гитара жігітті көрейік. О, төмен түсірмей ұялып қалдым. Өшірі тұр. Әжі тұр. Тартқаныңызы кеткен. Кім сен тұра тұрасың ба? Тұра тұршы. Қандай инструментте ойнай аласың? Ойнамаймын. Ойнамайын? Ойнақта кішкене. Ойнамайын дейді анау. Үйге келіп тұрады ғой, ойынға шығасың ба, ойнамайын. Сен түріңе қарасам, қай жерде туылғансың? Қызылорда. Ой, бәрекелді. Онда домбырада ойнайды, бір қол соғып қошемет деп қояйық. Домбырада ойнайтын жігітке бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Аяғын қой. Оң қайсың ба, сол қайсың ба? Сол ойнайсың ба? Бәрекелді, ай бәрекелді. Домбыраңды ұста. Домбыраңды ұста. Домбырасы жігітке бір шапалақ ұрып қояйық, жақсылап ағай. Гүлнар апайымызға бір қол соғып қошемет деп қояйық. Нағашылар бар ма? Гүлнар апай келіңіз. Гүлнар апай сізге оқымай шылдырмақ деген болады, білесіз ба? Мындай шыңғыр. Ұстаңыз, шылдырмағын ұстаңыз. Екі шылдырмақ. Құлағыңызға ұстамаңыз, тез жібересіз. Алдыға қарайсыз. Басыңызбен бүйтіп тұрасыз. Шыңғыр. Келістік па? Әрекелді, Гүлнар апайға бір қол соғып қошемет деп қояйық. Кеттік, алып жібер. Шасыш? Осылай ойнап тұрамыз. Келістік па, шапалақ ұрып қояйық Гүлнар апайымызға. Кел аға. Сен жүргізе берген күштіге қарап жалықпайсың да. Өзі үш нәрседен жалықпайды екен адам. Аспанға қарап отырудан жалықпайды екен. Жанып тұрған отқа қараудан жалықпайды екен. Сосын аға отқан суға қараудан жалықпайды екен. Төртінші нәрсе бар екен, сенің жүрісіңе қарасаң жалықпайды екен. I'll be back деген жоқ қалжыңдап аласың. Қандай аспапта ойнай аласың? Аспапта ойнамағанмын. Аспапта ойнамағансың ба? Настроение жоқ, ештеңе де ойнамағансың ба? Баян тартамыз бүгін, баян ұсташы. Баянды білетін шығарсың, бүйтіп қысып ұстамаса, басасың ғой. Бүйтіп басы, былайдан тартшы кәне. Дұрсап тарта еді. Бәрекелді. Баян, аға. Анақсың басын жап жүрсің бе? Анақсың. Басын жарасың. Қанатшы? Келіңіз аға, о, бәрекелді. Сіз бас гитаристсіз ғой, гитараны ұстасайын, не жерге болып қалды? Бұл кісі Қанат соло гитарада, екі гитарист бірге тұрады, соло гитара білесің ғой? Бүйтіп тартатын. Анау сияқты. Ана гитарасын тиіп жатыр, былай
өстіп тартамыз келесіз бе әрекет олжас шақырайық олжасқа бір қол соғып қошемет деп қояйық кім біледі олжас қандай инструментте ойнайды а дирижер дейді бәрекелді бір қол соғып қошемет деп қояйық олжас дирижер ағайын бір мына вилканы алайық о бәрекелді олжас мына бір таяқша нұрғиса тілендиев сияқты екіншісін барабан ұрмайсың сен біреумен бүйтесің кім тартатын болса кім партиясы болса соған бүйтесің сіз тартасыз деп бүйтіп айналдырып былайынан сосын артынан біткен кезде қолың бүйтесің түсінікті ғой бәрекелді тамаша көрейікші ал олжас қалай ойнайды екен кеттік ал пышақ лақтырғанда бүйтіп отырмыз бүйтіп ұрғағымен істесейші бүйтіп істеші кәне рахмет жоқ былай ұстасайшы былай осылай ұстап бүйтіп осылай істейсің келістік па бәрекелді ал ендеше оркестрдің аты қандай оркестріңнің аты қандай деймін оны білмеймін Олжас кезі. рахмет олжас KZ дейді олжас KZ дайын болса ал құрметті қонақтар сіздер шапалақпен шабыт беріп қойсаңыздар бүгінгі автобустың ұзату тойында сонау қақшытуаннан келген олжас KZ деген ағайындар оркестрдің өнерін тамашалап кетіп жүреді келгенде көктемі көкірі гүл басқан шырағы көктегі жұлдызбен сырласқан өзегіммен жырыма қосып Олжас KZ оркестрі тамаша тойда болмасын сый сияпатымыз бар ағайындар өнерпаздарымызға бір қол қошемет деп қояйық сый сияпаты мүмкін болса бір әпкелеріңіз болса әкеліп табыстап берейік иә рахмет олжас бірге кетіп қалмасайшы подаркаңды алып кетсейші ата тез болыңдаршы естіп отырмын олай дайын отырса болады барлығы қарап аға ой бәрекелді өнерпаздарымызға көп рахмет қанат пен баяниш жігіт қалсын жаңа музыканы таптың ба жаңа жігіттердің музыкасын таптың ба қанат пен баяниш жігіт қалсын сағынғали қалғандарымызға көп рахмет жайғасайық құдабалаға беріп жүріңіздер құдабалаға бер деймін әділдің келіншегі аға о бәрекелді құдабалаға отдельно екен аға ой баяғыда сол құдаларға берер құдаларға дым бермесе де құдаларға беретін еді ғой келіңіздер екеуміз аға кім сағынғали жоқ алып кетсейші кім қыз жолдасқа бересіз болсын кейін ол кісі андай жүріп үйреніп қалған ештеңе ұстамайды бір жақсы музыка болсын екеуі жақсылап орындарыңызға жайғасыңыздар келесіз ба әрекет бір қол соғып қошемет деп қояйық ағайындар жібер рахмет көлде жүрсе қалай жүреді екен қайдан тойдың құрасы бір болса қошемет деп қояйық жастар уақыты болсын рахмет музыканы қыз күтті өзі той құтты болсын ағайындар енді әсте болса рұқсат етсеңіздер екінші дастархан деген дүние бар енді той иелері дайындалды ғой абай атамыз айтады істің басын бастаған адамнан сұрама аяғына дейін жеткізген адамнан сұра дейді бірінші дастарханда ақ тілегін арнай алмаған азаматтарымыз екінші дастарханда құдай қаласа бұйырып жатса тілектеріңізді айтасыздар ағайын ал әркесі жақын деп алыстап кетпеңіздер бүгін тойды шама келгенше шырқау шегіне дейін жеткізіп жақсылап бір ерекшелеп тойлағанды жөн санадық ағайындар бірақ енді ішке ел барған болса қазақ айтады жыланның басы қайтқан болса іштегі бата алсақ деп жатыр тасқа тамыр біткенше таршылық көрмеңдер мұзға бидай біткенше мұңшылық көрмеңдер дейді түркістанда қожа ахмет оғланда бір бекет қайдан сондай жақсылап бір баталарын берсін құдалардан алады негізі батаны аға мен де қол жайып баяғыда қол жайып бата
көкемнен көкем айтады дейді, ал жайдар болдарың деп. Сөйтсе, не айтайын деп жатқанын біліп тұрсыңдар ғой, әумин деп жүрші. Құдалардан білді. Әумин десе маған, мерейім бата саған, қатарыңның алды бол, тем құрбың туы бол, қайырлы болсын тойларың, орындалсын ойларың, гүлге жетсін өмірің, көңілді өтсін өмірің, асқа толсын табағың, ашық болсын қабағың, жасыл жүзге жеткенше, жарың төмен түскенше, болмай өтсін арманың, кеп батамды қайран, бақытты келген мереке дастархан болсын. Ой, тілек айтқаннан гөрі батаң күшті береді екен Құда. Бір қол соғып қошемет ете қойыңдар. Батаға жүрек толса, бал өмір ғажапқа айналатыны анық. Ал билей алатындарды ортаға биге шақырайық. Билей алмайтындар кішкене далаға шығып тұрған таза ауа жұтып алыңыздар. Келістік па? 23 минут билейміз, алыстап кетпеңіздер. 24 минутта отырамыз. Жастар бақытты болсын деп бір қол соғып қошемет ете. Практикасында құрметтеріңізге кеттік алаңай. Аяулы сезімін оятқан бүгінгі Ақтотының тойы құтты болсын дегендер болса, бір жақсылап шапалақ ұрып қойса деп жатыр ағайын. Қыздардың биін ортаға тартып етейік. Қол соғып қошеметтеп арасында қолдап отырайық ағайындар. Той болсын. Қыздардың бір тамаша биі болсын ал. Жаңа билеген кезде қылықтарыңыз өздеріңізге ұнамай жатса, осы тамаша биден үлгі алайық. Той болсын, кеттік ал ағайын. Бәрекелді. Қыздарға бір қол соғып қошемет деп қояйық. Сендер де тез күйге шығыңдар. Той өткізейік, той көрейік. Бұл өлеңнің мағынасы, егер екі ғашық бір-біріне жақсы көріп қосылып жатса, ортаға салатын адам керек жоқ дейді. Саушы да керек жоқ деген сол ғой. Солай емес пе? Жастар бақытты болсын. Алтынбек пен Ақтотының құрметіне бір шапалақ ұрып қойыңыздар ағайындар. Ой, бәрекелді. Той жалғасын. Жаңа құдаларымыз айтып жатыр ғой, өзіміз негізіміз Қызылордадан, бірақ қазір Нұр-Сұлтанда тұрамыз, Астанада тұрамыз деп айтып жатыр. Негізі сіздердің жолдарыңыз біздерде де бар екен.
Біздер де бір жерден шықтық енді, жақсы жерден. Бірақ қазір производствода тұрамыз. Бәріміз де сүйген алтын екеніміз, кіндік қанымыз тамған алтын ұямыз бар екені бәрімізге белгілі. Бірақ ата жұрт қазақ елі аман болсын. Осы Қазақстанымыз тыныштығының арқасында өстіп той тойлап жатыр ағайындар. Той құтты болсын деп ауыл деп бекер бастап жатқан жоқпын. Көп тойда шырқап жүрген әндердің бірі еді. Бүгін де осы Ақтоқтың ұзату тойында жаман айтқым келіп тұр. Айтайын ба? Ауылға барып қайтайық. Кімнің ауыл қай жерде? 76 орын бар. Жақсылап сыйып алыңыздар ағайындар. Сол ауылда еске алып баяғы ой оғаны тапшанға су сеуіп кешке жақын күн кішкене қызыл басылғанда жаңа су сепкеннен кейін жердің иісі шығып көк шай, қызыл шайды демдеп тапшанға отырып жан бастап алып жастыққа суға андай сыртына бірдеңе тігіп мұздай болып тұрады. Әлде болмаса ішіне құрбақа салып қойып жаңа неше түрлі болатын ғой. Қой көрсең қайтады, мә деп малдар келіп жатқан кезде сиыр адасып көкке шыққан кезде малымыз тауып келейік деп сондай бір сәттерді еске алайық ағайын. Ауылға барып қайтайық. Кеттік, ауылға барамын. Жібер, тамаша ән болсын сіздердің құрметтеріңізге. Кеттік. Білетіндер болса бірге сіз қаладайық.
де шапалап ұрып жатыр. Жылап алған ешкім жоқ па деймін, бірақ енді арада қанша жыл өтіп кетті ғой. Баяғы аяғыңды басып жалаң аяқ топыраққа күйіп аяғың мәссаған. Шарықтық. Құл дүние өтпейтіндей болып көрінетін еді уақыт. Сырыда қапты ғой. Мен ауылға бармағаныма 18 жыл болыпты. Ауылға бір қол соғып қошеметтеп байқалады. От едік қой ол кезде. Сейдулла ағайлар 25 жастағы жігіттер еді ол кезде. Ой, тарсылдатып тұрып ана. Жаңағы сүйеніп тұрып шарбақта деген өздеріңіз білесіздер, ол кезде қазір профлист шарбақ жоқ. Штакетке еді ғой, таяқ. Штакеттен штакетке қалдырмайтын еді Сейдулла ағайлар. Қарсында қалдырған. Тойықты болсын ағайындар. Жастардың бақыты үшін ағайындар. Ауылға барам деген өлеңді бекер айтып жатқан жоқпыз. Құдай қаласа Ақтоты ауылға барып қайтайын десе жіберіп тұрыңыздар, келістік па? Құдаларға бір шапалап қояйық. Баяғыда бір келіншек, бір 2 ай өткеннен кейін іші пысқан бойында көп танымайды, ешкімді сөйлесе алмайды. Енесіне келіп, мама, үйге барып қайтайыншы депті. Сөйтсе, өзінің түскенін кеше ғана. Немене мынаны сыйғызбай үйіне жіберген ба деп айтады елдің бәрі. Отыр кейін барасың депті. Бір жылдан кейін келіп тұр дейді, келін. Апа, үйге барып қайтайыншы деп. Сөйтсе жаңа енесі айтады дейді, ай, өзіңнің аяғың ауыр тоңқаңдап қайда барасың? Ертең болсаң, немересін иіскетуге бірақ барасың депті. Сөйтсе жаңа келін ашуланып тұр дейді. Сонда апа 2 жылда бір рет баратын не, үйге солдаттың ба десе, жоқ сен матросың 3 жылдан кейін бірақ барасың деп. Сол сияқты ықыластарыңызға нұр жаусын, ең бастысы осылай бақытты болса, одан асқан осында тойда отқан азаматтардың артық тілегі жоқ шығар. Жастар бақытты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп баяғыдай. Той болсын. Жалпы көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың дейді. Қандай ортада өссең, сол орта сенмен бірге мінезіңде, тілегіңде, мақсатыңда қалыптасатыны анық. Жалпы өзі қазақ айтады ғой, жалпы качигармен дейді, оттың шығар емес па? Качигармен дос болсаң, үстіңнен оттың иісі шығып тұрады дейді. Духи сататын адаммен дос болсаң, үстіңнен духидің иісі шығып тұрады дейді. Жеміс сататын адаммен дос болсаң, үстіңде жемістің иісі шығып тұрады дейді. Ал ақын адаммен дос болсаң, сөзіңде бір ақындық көрініп тұрады дейді. Сол сияқты айналаңда қоршаған адам қандай болса, өзіңде көңіліңде, пейіліңде сондай болады. Енді бұл әулетпен етене араласып, бауырдай болып кетті десем артық болмас. Бұл кісілер коллективтеп жазып болған екен, бірақ осы Пернеш апайымызды көрсем, білмеймін, бірақ Алма апайымыз көзімнің алдына елестеп тұрады. Өйткені біреу апасындай, біреу сіңіліндей бір-бірін қолпаштап, Ғабит ағаммен Гена деді ме жаңа, екеуі бажа сияқты жүреді ол екен. Уазикке мініп алып, Гена алдында отырған. Қасында отыр, енді құрылар түсінбей жатқан шығар. Ауылдың өзінің прикол бар деген сөз жоқ. Той-тойға болсын, осы Ғабит ағамызбен Алмагүл апайымызға бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Той-тойға болсын, осы кісімен бірге енді қазақта айтады, жақсы жарымырыс дейді. Барлық пенде атаулыны көзі ашып, көңілі ояу адамды жақсылыққа шақыратын, имандылыққа шақыратын бүгінгі тойымыздың төрінде Дәуіт ағайымыз отыр. Бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар, Дәуіт ағайымызды жеңгемізбен бірге ортаға шақырайық. Және де нөмірі 1-ші мектеп менің отаным. Баяғыда бір жұмыссыз бір жігіт бітіріп алған кезде өлең жазған екен. Асқорда мектебін не көртең көптең жаш еді. Бұл кісілерге қандай сөз айтсаң да артық болмайды ағайындар. Ұстасы шәкірт ұл дейді, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Ұстаздарға бір шабалдап қойсаңыздар, Таңар апайымыз бастаған ұстаздарды ортаға шақырайық. Жаңа енді Атлант па, бірдің не? Істейтін жердің аты. Спектр ма? Тұқымың жаңа Гаргамос сияқты бір организация болды. Барына жоғын білмейсің әйтеуір. Ол кісілердің жігіттері келіп жаңа шұғыл, асығыс, білмеймін белгісіз бір себептермен шығып кетті, бірақ ұстаздарға бір қол соғып қошеметтеп қойсақ ортаға шақырып. Аллаға мыңда бір шүкір деп айтайын. Баяғыда мектепте мені қайта-қайта тұрғыза беретін кезде ойлайтынмын, мен осы адамдардың өмірімде тұрғызып көре аламын екен деп. Сөйтсем, Алла ұлық екен. Алла ұлық екен. Шын ниетіңмен армандасаң жетеді екенсің арманыңа. Қазір бұл кісілерді мен отырғызам да тұрғызам да. Отырасың, жүресің. Той құтты болсын, Алма апай ағамыздан бастайық әрекет. Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті халайық. Бүгін мінекей Қоржынтүбек қаламызда
үлкен шаңырақтың әуретінде мінекей ата дәстүр салтыменен қазақи жолымызбенен қыз ұзатып жатқан мынау тойдың куәсі болып отырмыз. Алла тағала мінекей Ғани қожа жеңгей мына үлкен қуаныштарыңыз құтты болсын. Әрбір ата-ананың арманы аңсаған қызын ұзатып, ұлын ұяға қондыру, мінекей сол үлкен армандарыңызға жетіп жатсыздар. Алла тағала осы қыздарыңыз барған жерінде жақсы орнын тапсын. Мінекей осы теңі тауып қосылған екі жастың әуелі жасында бақытты қылсын, қаптаған қарауындай шоғырлы қылсын, ақсақалдың алдында мінекей абыройлы қылсын. Жаңа ақсақалдарымыз айтып жатыр, абыройлы отбасы болсын деп, өзінен кейінгі үлгілі семья болсын. Халқымыздың осы Қазақстанда іргетасы қаланған жақсы отбасынан болсын. Мінекей қазақта даналықтың сөзінде үй болғаннан кейін үйіңе түсетін биде үй бол деген екен. Сол би түсетін үйлердің бірі болсын деп тілейміз. Қызын көріңіздер, немере сүйіңіздер, шөбере сүйіңіздер. Ұлдарыңыз аман ескен мінекей әскерден келсін. Ұлдарыңыз осындай жақсы жар болсын деп шын тілекпен тілейміз. Алла тағала отбасыларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Құрметті қауым, құрметті құдалар, құдағилар, бұл жақтан келген, алыстан келген құрметті Ғани мен Гуля, өзім Гуля деймін, Пердегүл болғанымен, сол осы бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Жаңа көп осы жерде жақсы тілектер айтылып жатыр, солар Алланың құлағына шалынсын. Екі жас өмірде бақытты болсын. Ата-анаға екі жастың бақытынан басқа ешнәрсе керек жоқ деп ойлаймын. Екі жасқа айтатыным, Ақтоты, баяғы кішкентай Ақтоты мінекей уже үлкен жолға аттанып баратыр, саған ақ жол. Әрқашанда жастарға сендерге үлгі алатын адамдарым бар. Сол үшін ата-ананың сияқты, Ғани мен Гуля сияқты осындай отбасы болсаңдар, жаман болмайсыңдар. Не айтсам екен енді, барлық қолын тұр өзі көріп тосы, обычно тойда ғабит сөйлейтін боласың. Сол, мінекей, от души желаю всего самого хорошего. Дай Бог, чтобы все у них в жизни сложилось так, как они хотят сами. Все, что в этой жизни есть, добро, богатство, дети, внуки, все желаю вашей семье от души. Рахмет, мен енді аударып берейін. Біз айтайын дегені көресіңдер ғой деді ғой. Қайырлы кеш тойға жиналған қауым. Бүгін мына бұл болып жатқан той бізге де бөтен емес. Ақтоты біздің мектептің оқушысы. Мына Ғани мен Пернегүлге бір балаларым екеу болып жатыр. Мына қыздарыңызды ұзатып жатсыздар. Бақытты баянды болсын. Барған жеріне келіннің аяғынан дейді, құтты келін болсын. Енді міне біз бала келін қылып ұзатып жатырмыз. Келесі жылы ана келін, бірнеше жылда ана келін болсын. Әрбір ата-ананың үшін баланың жақсылығынан артық ештеңе жоқ. Сол құдалар сіздердің де құдалықтарыңыз 1000 жылдық болып, біздің Ақтоты сіздерге құтты келін болсын. Сіздердің де балаларыңыз міне екеу болып жатыр. Балалардың көтерген шаңырақтары биік, босағалары берік болып, бағанағы айтылған жақсы тілектердің барлығы қабыл болып, осы балалардың тек қана жақсылығына, қуанышына ғана естіп, қызықтап, тілектес болып жүре берейік. Балалар бақытты болсын. Молдалардан бірдеңе алған бір түрлеген. Жоқ, обычно кісілерге береді ғой. Ұстаздардың бір жақсы есіме түсіп тұр. Баяғыда экзамен тапсыруға келген 3 жігіттің біреуі экзаменді қабылдайтын мұғалімге біреу бұқа берді. Екіншісі қой берді. Үшіншісі дым бермеді. Сөйтіп бұқа берген жігіттен экзамен алып жатыр дейді. Ең бірінші атом бомбасы қай жерге түсті деп. Японияға түссе болды, бара бер 5 деп. Қой берген жігіттен сұрап жатыр дейді.
ең бірінші атом бомбасы қай жерге түсті деп Жапонияға десе, қай жылы депті, 1945 жылы десе, болды 5 бара бер депті. Дым бермеген жігіт келген ғой. Сөйтсе жаңа сұрап жатыр дейді. Ең бірінші атом бомбасы қайға түсті? Японияға. Қай жылы түсті? 1945. Қанша адам қырылды десе, 2256 адам қырылды депті. Десе, әбден амал таппаған мұғалім айтады дейді. Аттарын айтып берші деп. Ұстаздарымызға бір шапалақ ұрып қояйық, жақсылап ағайындар. Осы кісілердің еңбегі еш кетпесін. Кейбір осында отқан әйел заттар осы кісілерге қарап қуанады ғой деп ойлаймын. Кейде үйінде отқан 2-3 баланың өзіне әрең қарайсың ғой. Ал бұл кісілер елдің 30 баласының, 40 баласына ағайындар. Осы күнге дейін Аллаға шүкір деп айтайық, 10 жылдық еңбегі бар ұстаздар бір 300-400 баланың бір түлеткен шығар, бір қол соғып қошемет етіп қояйық. Бұл кісілердің еңбегі орасан ғой. Ал анау төрде отқан Алтынбек мен Ақтотыға сіздер үшін осында отқандардың бәрі ұстаз деп біліңіздер. Әрқайсының өзінің бір үйрететін дүниесі бар. Тек қана қазақ өзі айтады ғой, аз сөйлеп көп тыңда дейді. Сарасын теріп алыңыздар. Келістік па? Той баласы естелікке суретке түсеміз ба? Сөйтіп подарка берді ғой, сөйтіп. Келістік па? Тойды досы қолдан келгендер болса ортаға келіңіздер. Кетіп қалдыңдар жақсы музыка. Мұғалімдердің өздерін билетіп қойған бір түрлі болды. Жайғасыңыздар. Айтқанмын кезінде жамандық жасамай ешкімге жүрші. Қарсыда жайғасайық, той-тойға боласын. Енді кім Сағынғали кетіп қалған? Сағынғали көп жүре бермесін, көздетіп кетеді. Сағынғали жүріп кетті бір жерге. Сүндет шақырайық ортаға. Ақтоттың класстастары келіп отыр бүгін тойға. Сүндет бауырымызға бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар ортаға. Сүндетті шақырсақ деп отыр.
Сүйіндік па? Сүйіндік. Ана неге тұрып отыр? Отыр дейсіз. Охранник па? Охраннигім дейді. Тамаша бәрекелді. Содан кейін рұқсат етсеңіздер, Сейдулла ағай, ініңіздің атын ұмытып қалдым. Жандулла. Жандулла ма? Жандулла. Мен дулулар кісілер. Жандулла ағамыз орнына. Қойсаң қой, қоймасаң. Бірақ мен еркек атауларыңыз ба деймін ғой бүгін тойда, еркек кіндік. Ешкім жоқ па басқа. Бәкеңе шақырайық. Бауыржан ағамыз келіп отыр бүгін тойға. Ой, Бәкеңе бір болса қошемет етіп қояйық. Бәке. Бауыржан ағай. Ай, шамай келгенсің. Биле баға. Мен құдалар жақтан рұқсат болса Бауыржан ағамызбен тетелес біреулері. Ақкөлек жігіт отыр екен құда боламыз. Ақкөлек жігіттің аты кім? Кім? Қайрат? Руслан? Қайрат. Мейрам? Қайрат, бәрген бір қол соғып қошемет етіп қойып. Жаңа жігіт жолдас сонымен ауылға айтып кеткен жоқ па? Келе ма? Келе күшті билейді екен ол. Енді Нұрасыл шақырайық десек, Нұрас қорқып отыр ғой, Нұрасылда. Бәрекелді, көршілерден де үлкен кісілер екен. Жаңа күйеу жолдас керек еді негізі. Күйеу жолдасты айтып жібересіз, срочно 5.000 теңге беріп жатыр екен күйеу жолдасқа. Подарка беріп жатыр екен, қыз жолдас пен күйеу жолдасқа подарка беріп жатыр екен. Подарканы алып қалды деп айтыңыздар. Бәрекелді, төртеуміз ба тағы да бір жігіт шақырайық. Анау кеп бара көкем шақырып отыр, түбі ештеңе жемей отыр екен. Кім аты кім? Кеп бара көкем, келістіре жатыр. Кім? Кім дейді? Әуен? Әуен? Жаңа әуен бала кезіп барағай әбілгай. Рахмет. Көке, сіз лишний вес жинап алыпсыз, ана кісілерді беріп кетпедіңіз бе? Түсіп қалады аға. Түспей ма? Бәрекелді, тамаша. Жанына жақын адамдар болады көз. Жинап жүреді. Күйеу жолдас сонымен келмеді ма? Келмеді ма? Бәрекелді, бір қатарға отырайық. Мен сұрақ қоям, кім сұраққа дұрыс жауап бере алмаса, сол ойында қалады. Кім дұрыс жауап берсе, сол орнына отырады. Есіңіз кім еді аға? Қайрат ағамызға бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Қайрат аға, іші қызыл, сырты қара, ол не? Галош. Жоқ, галош емес. Іші қызыл, сырты қара. Басқа вариант жоқ па? Негр ғой, негр іші қызыл, сырты қара қояйық. Бәрекелді, ойында қаласыз. Бауыржан ағамызға бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Бауыржан ағамыз стажы 42 жылдан бері водитель екен. Енді бұл кісі жас білетін шығар. Бауыржан аға, гаишниктер қандай машинаны тоқтата алмайды? Жүрмейтін машина. Жоқ, ол дұрыс емес. Қандай машина? Спец машина. Гаишниктер стиральный машинаны тоқтата алмайды екен. Бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Жандуллаға қол соғатындар бар ма? Жандулла. Дұрыс жауап берсеңіз орныңызға отырасыз, дұрыс жауап бермесеңіз қаласыз. Келістік па? Қорада екі бұқа байланыпты, біреуі қызыл жіппен, біреуі ақ жіппен. Қайсы сорғашы? Қызыл. Қызыл. Екі бұқа байланып тұр десем, қызыл деп. Екі бұқа байланып тұр дедім ғой. Қайсы сорғашы десем, қызыл дейсіз. Әуен ағамызға қол соғатындар бар ма? Әуен ағамызға бір шамыр бар. Әуен аға, дайынсыз ба? Бәрекелді. Африкада Ніл деген өзен бар екен. Сол өзенде крокодилдер өмір сүреді екен. Сол крокодилдің қанша түрі бар? Хайуан білмейді. Жауап жоқ па? Крокодилдің екі-ақ түрі болады екен. Біреу еркек, біреу ұрғашы. Сүйіндікке шағала ұратындар бар ма? Сүйіндікке неяқтан мұғалімдері отыр, байқа. Тарих сабағына сұрақ қоям. Отырарды 6 ай бойы Шыңғысхан не үшін ала алмаған? Есік әрі қарай ашады. Жоқ, олай емес. Есігін былай-былай итеп көргенше жағы ашылатын. Келді ма? Кім? Кім? Осы жерде тұр. Әргелі. Ау, білмейсің ба? Мен де білмеймін, онда қаласын. Бір қол соғып қошемет деп қояқ, не үшін ала алмаған? Сіз ойындасыз. Өттіңіз екінші тұрға өтіп кеттіңіз, сразу өтіп кеттіңіз. Бәрекелді, былай істейік жігіттер. Бүгін той көтереміз ба? Көтереміз. Көтересіз ба? Көтереміз. Ат салсамыз ба? Алсамыз. Точно ат саласыз ба? Саламыз. Ат салып отыр екен, сіз не саласыз? Тойды көтереміз.
Жоқ, мына кісі ат салып жатыр, сіз не саласыз? Сіз ат саласыз ба? Балалар, бір анандай бизнесмендер болды ғой, телефон кісі. Ат саласып жатыр елдер, салысасың ба? Салсам. Не саласың? Ешек саламын. Әңгімені жібереді екен. Ешек саламын дейді. Сен лақ салайын деп тұрсың. Бір қызды алып келіңіздер, бере алатындары керек, бірақ келісіп па? Қыз келіншектен алып келейік. Кеттік, бір жақсы музыка бер. Бір қыз келіншектен алып келейік. Бір қыз келіншектен алып келейік. Үйленер болмай. Қолынан ұстап жатыр ма? Не істеп жатырсың? Бәрекелді. Сіз жүре берсін, әрі жүре берсін. Бәрекелді. Тұрыңыздар. Ой, бәрекелді. Құда баладан басса, құда бала, төрге барып тұрсыздар ма? Құда бала. Қойсайық. Көке, ана кісіні бекер алып шықтыңыз ба? Көке. Көке. Ана кісі... Не ма? Сіз не етпейсіз ба? Не етіп жатыр ана жаққа қарай? Енді сол кісімен шықтыңыз ба? Бармайсыз ба енді? Жүр демеді ма? Неге жүр демейсіз сен? Құда бала, ой ма, қолынан ұстап қой. Золотойға келіп қандай болды қазір? Осы жерде тұрыңыздар ақа, ой бәрекелді, тамаша. Екінші, бәке, келіңіздер. Бәкең көрген ауыз киген үрлеп шет деп жатыр, бәкең біледі аға. Жүр деп қояды. Бәрекелді. Әуен ала. Қасыңыздағы сіз әуен ана кісі күй ма? Жоқ, олай тұрмаңыздар. Кезек-кезек тұрыңыздар. Кезек-кезек. Кім? Әуен? Аға, мына жақта тұршы. Бәке, сіз мына жақта тұрыңыздар аға. О, бәрекелді. Бәрі бір қатарға тұрып жатқаныз. Мына жақта жинап қойған сияқты болдық қой. Келіңіздер. Ой, бәрекелді. Жандылдарға бір болса отпашы деп Лена апайымызбен бірге келдім. Екеуміз подсвет киініп отырсыңдар кәдімгідей. Келісіп алған ғой, WhatsApp-мен жазып, мен көп киемін, сен де көп киіп алдың. Айша айтамын. Бәрекелді. Ашуланбай тұр кім? Сағынғали. Келіңіздер. Ой, бәрекелді. Тамаша, бір-бірімізге қараймыз. Смотрим глаз на глаз, чтоб не было потом раз на глаза. Глаз, контакт болу керек, байланыс болу керек кішкене. Қазір билейміз. Құда бала сіз ерекше тұрып алыпсыз ғой. Елдің бәрі еркектер бір қатарда тұр. Өзіңіз білесіз енді. Бәрекелді, тамаша. Бір-бірімізге қараймыз, жақсылап. Қазір би болар. Бидің ырғағы өзгереді, ырғаққа сәйкес билейміз. Түсінікті ма? Тез болса тез, жай болса жай билейміз ағайындар. Тойы тосы бір жастан шамалы оқымай, кетік алалы қашын бейт жібер. Түсінікті ма? Енді репетиция деп білейік. Ал жанашырлары болса, жақсылап бір қол соғып отырайық. Келесі музыканы жібер кеттік. Шамалы келсене кеттік бірге. Лена апайға жаман жыным кетіп тұр ғой. Отырасыз ба? Отырыңдаршы. Анам әуре болып неге шықтыңдар ағы? Уақыт алып сонша. Әуен ағамызға бір шапалау бар. Би ерекше екен. Би ерекше. Отырар би ансамбліндегі билерге ұқсайды екен. Тойын тоз әрі арасынан кетіп
Осал емес екен, солай ма ешкім шығармай қояқ бір қол соғып қошемет етіп қойыңыздар. Енді былай істейік. Қазір осылай тез билеп отырсыздар ғой. Бикенен тоқтайды, мен не айтамын соны жасаймыз. Келістік па? Екі билеп жасайсыздар. Кет қалып жібер келесіңізге. Шынтақпен бас деймін. Бір шынтақ, бір бас, бір шынтақ, бір бас. Аха, о, әуен ағам дұрыс ба. Бір шынтақ, бір бас. Не істейсіздер? Біреуің шынтағымды, біреуің басына қойыңдарса сондай болады. Бір шынтақпен бір бас, аха, бір шынтақпен бір бас деймін. Бір шынтақ, бір бас деген былай ғой. Басына шынтағын қоясыз. Көңіліңізге шынтақпен бас десе осылай жасаймыз. Келесіз бе? Әрекет тамаша. Дайынбыз ба? Шабалауын қояғам. Не істейсіз? Кеттік алып жіберген келесіңізге. Tokyo. Бауыржан ағамызға, апайымызға, Гүлнар апайымызға бір қол соғып қошемет етіп қояйық. Ол кісілер қатты қиын болмайды. Сессия уақыттарын тез қимылдайсыздар ма? Кім? Дайын тұрыңыздар, мына жерге келіп екі нәрсе ұстап дайын тұрсаңыздар болады. Бауыржан ағамызға бір қол соғып қошемет етіп қояйық. Бәке, жасыңыз үлкен, қатты қинамайық. Давление деген бар қазір, сахар дейді ақа. Төрт жұппадық ағайындар, құда балаға қол сұлатындар бар ма? Екінші әмин ағамызға шапалақ ұрасындар бар ма? Сағынғалиға Алтынбекпен Ақтоқтамасқа ешкім шапалақ ұрмай жүрмеді. Сүйіндік кел қол сұлатындар бар ма? Жүрмен кәтқа жалғастырам, жібер музыка. Ne istiyorsun musun? Anlayız. Evet, yalnızsa ya. Böyle ki ondan sonra hoşuma etmeye kalsınlar gagay. Emin anamızı yapayımızda bu olsa hoşuma etmeye gagay. Üç kallarına da dolasınız, git kaçırımızda. Hey! Gece basacak mı? Vay vay. Kızım olsa akşam birge. Bir tur gelin. Bugün sansız. Yatma sizge kız balam bit. Kazınlar zaten. Dostlarımla bir bolsa hoşuma etip көп rahmet bavurlar. Suyundukpен қасында қарындасымызға бір қол соғып финал ағайындар. Құдаларды қалдырдық. Құдайға шүкір осы құдалар шықса екен. Құдалар абырой беріп финалға дейін шықса екен. Ертең қалға сен өтірік бердің деп айтпаса екен деп. Сөйтсем ол кісілерді осал мескен құдаларға бір қол соғып қошемет етіп қояйық аға. Және Сағынғали! Сағынғалидің билері екенін байқап отырсаңыздар, финал кеттік жібер! Жасымызға!
кім ширақ екен, әрине құда бар екен, аныңға қайда кетпеңіз аға. Бір қошемет ете қойсақ, құдаларға бас жүлде. Ал Сағынғали мен Қызылдасқа 2-ші орынға 7 килограмм пиязбен 12 килограмм картошка. Әрекет бір қолсау қошемет ете қойыңыздар ағайына. Ой, барекелді. Құда сонша терлетпей карта бергендеріңіз дейсіз. Құдаға карта бергендеріңіз бір олжа қалып көшті бірдеңе ұрлап. Ұрлап қалып көшті. Карта құдаға бір жаслап берейік. Қайрат қой деймін қателеспесем, бір қолсау қошемет ете қойыңыздар. Картаның орнына қимай тұр ма бірдеңе отыр ма кісілер? Гүлді беріп жібереміз. Апарып беріңіз құдаға. Құда мінекей. Көк шай ішкенде қант салып ішесіз, қара шай іш қант салмай іш дейді, ол кезде салмай ішесіз. Қант салатын ыдыс бір қол соғып қошеметтеп қояйық, ондай ыдыс ешкімде жоқ. Өйткені қантты кесеге салып қояды қазір көбісі. Атсалысқан азаматтарымызға бір жақсылап шапалақ қойыңыздар ағайындар. Көп рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Енді бүгінгі осындай мерекеде қазақ өзі айтады, сабан бол, шөп бол, шаман келсе көп бол дейді ағайын. Алла көп көрмесін. Бай болатын жігіт айырбашылық келсе, адам болатын жігіт ағайыншылық келеді дейді. Әсте болса, құрметті құдалар көріп жатқан шығарсыздар, қандай ағайынның көптігін. Ол да мына үлкен буын анау төрде отырған әкелеріміз бен аналарымыздың, ай, бауырыңа ұрыспа, қарындасыңа тиіспе. Тамақ дейді. Тамақ жейсіздер ма? Тамақ дейді. Тамақ дейді. Бәрекелді. Екінші тамаққа бермешер екен ағарыштың. Екінші тамаққа шашлык деген дүние бар. Шашлыкты порциямен жейтін, қазір штукта жейтін болдық. Порциямен беретін, порция деген есіме түсіп жатыр. Баяғыда бір жігіт институтта оқып жүріп, жаңа столовыйға барып, тәте, бір порция манты беріңізші деді. Мынау стипендия алдың ба десе, жоқ, еще 5 рюмка бере салыңыздар деді. Ол жақта таласпай жесеңіздер болады. Ортаға шашлык, қазақша айтқанда кабаб. Акарашкіден, таза акарашкі. Ол жасқа ғана жарасады екен шашлык тасыған. Шашлыкты жемей, ол жасы көрсең тоясың. Жақсылап жеп алыңыздар. Андай уксустар болады, сондай сиур бүйтіп мына енді шашлык жемейтін адамдар бар екен бүгін тойда. Әділ өзі ағарашкі жемейді екен. Только